Hi everyone, how are you today? Happy Independence Day. Бүгінгі Қазақстан Республикасының 30 жылдық тәуелсіздігі құтты болсын баршаңызға. Осы мереке күні мен бір-екі сабақ түсіруге шешім қабылдадым. Енді оның біріншісі біз will, to be going to және present continuous. We use three of these forms to talk about our future. Future plans, future predictions and so on. And when do we use it? Яғни бұл үш форманы да біз болашаққа қатысты әңгіме айтқанда қолданамыз. Біріншісін will'дан бастайық. Will'ды біз қай кезде қолданамыз? Ең бірінші факт. Will'ды біз қолданамыз болашаққа қатысты болжам айтқан кезде, яғни предсказание деп айтамыз орысша. Мысалы, he thinks that Italy will win the championship. Оның ойынша Италия чемпионатта жеңімпаз жеңеді. Ол оған 100% сенімді емес, оның ол болжамы. Екінші қай кезде қолданамыз? Яғни орысша айтқанда в момент речи деп айтамыз ғой. Яғни сөйлеп тұрған кезде бір шешімді аяқ астынан қабылдасақ, біз will'ды қолданамыз. Ол қалай? Мысалы, the car is amazing, I will buy it. Мына машина, мына көлік керемет екен, мен оны сатып аламын. Яғни ол кісі оны сатып алуы жоспарында болған жоқ, тек сол моментте, сол сәтте ол сонда шешім қабылдады, яғни аяқ астынан қабылданған шешімдер. Үшінші, қай кезде қолданамыз? Мысалы, орысша айтқанда обещание дейміз ғой, яғни сөз берген кезде, бір нәрсені жасаймын немесе жасамаймын деп сөз берген кезде біз will'ды қолданамыз. Ол қалай? Мысалы, мына енді қайталанбайды деп айтып жатады ғой, мысалы көп оқушылар, сол кезде біз will'ды қолданамыз. Яғни мына жерде he won't деген will мен not'тың қосындысы, яғни will not деген сөз won't болып кетеді. He won't do it again. Ол оны қайталап жасамайды деген сөз. Дальше өзіңіз бұл жерде толықтыруға болады. He promised. Он обещал, яғни ол сөз берді деп сөйлемді толықтыруға болады. Яғни he won't do it again, he promised деп те айта аламыз. Яғни сөз берді. Келесі, біз will'ды мына hope, яғни надеяться, үміттену, think, яғни I think деп айтамыз ғой, я думаю, менің ойымша, believe, сену, яғни верить, believe деген сөзден кейін, expect, яғни ожидать, я ожидаю от него большего деп айтамыз, мен одан көп нәрсені күтемін деп. Сол кезде expect деген сөзден кейін жаңағы will'ды қолданамыз. Енді келесі жаңағы will'ды біз көбінесе бір нәрсені сұраған кезде, яғни вежливой форме дейміз, орысша айтқанда. Мысалы, will you help me? Сен маған көмектесе аласың ба? Деген сұраулы сөйлем, немесе will you help me to do math? Сен маған математиканы жасауға көмектесе аласың ба? Деген кезде біз will'ды қолданамыз. Енді келесі to be going to. Орысша айтқанда ол собираться что-то сделать. Собираться деп аударылады, яғни бір нәрсе істейін деп жатырмын деген сөз. Енді бұл жерде айта кететін нәрсе, to be етістігі ашылады, am is are болып, яғни I be going to деп айтпаймыз, he be going to деп айтпаймыз, яғни ол am is are болады. Оны өткен сабақтарда қарасаңыз уже білесіз, I мен am қолданылады, he, she, it пен is қолданылады, you, we, they мен are қолданылады. Мысалы, I am going to watch TV, мен телевизор қарайын деп жатырмын деген сөйлем. Енді келесі to be going to біз қай кезде қолданамыз? Ол біз заранее қабылданған шешім, яғни алдын ала қабылданған жаңағы жоспарлар, шешімдер туралы айтқан кезде қолданамыз. Және жаңағы мен айтқан сөйлемді тағы бір қайталап жіберейік. He is going to buy a car. Орысша айтқанда он собирается покупать машину. Ол көлік сатып алайын деп жатыр, Яғни ол оны аяқ астынан қабылданған жоқ, ол шешім, ол оны жоспарлады, мысалы ақша жинады деген сияқты, ол көлік таңдады, қайсысын алғысы келеді деген сияқты, ол жоспарлады. Сондықтан біз he is going to buy a car деп айтамыз. Және келесі жаңағы мысалы мына бір сөйлемге назар аударайықшы. Look at the sky. Аспанға қарашы. It's going to rain.
жаңбыр жауайын деп тұр. Яғни ол фактілермен дәлелденген осындай ситуациялар болады ғой, мысалы, яғни аспаннан сен уже бұлттардан көріп тұрсың жаңбыр жауайын деп тұрғанын, иә. Сондықтан сен бұл жерде to be going to ды қолданасың, иә. Яғни жаңа бұлттанып тұр, жаңбыр жауайын деп тұр, яғни ол сенің ойыңша, сен оған почти сенімдісің, иә. Енді яғни бұл деген сөз основаны на доказательствах деп айтамыз, орысша айтқанда, яғни біздің дәлеліміз бар нәрселерде to be going to ды жаңағы қолданамыз, иә. Енді ең соңғысы ол present continuous, иә. Мына жерде енді кейбір адамдарда сұрақ туындап тұрған шығар, неге present continuous деп? Present continuous дәл қазір болып жатқан іс-әрекетті айту үшін қолданбаймыз ба деп? Иә, әрине ол дұрыс, бірақ present continuous'ты біз болашаққа қатысты да сөйлемдер айтқан кезде қолданамыз. Ол қай кезде? Яғни біз уже 100% сенімді жаңа іс-әрекеттер туралы айтқан кезде, яғни ол уже шешіліп қойған нәрсе. Иә, мысалы, they are meeting at 8 o'clock, 8 p.m. on Saturday. Олар сағат 8-де, суббота күні сағат 8-де кездеседі. Ол уже шешіліп қойған. Сағат 8-де олар, мысалы, кафе, ресторан уже бронировать етіп қойған. Уже точно шешілген нәрсе, 100% сенімді нәрсе. Қайталап айтайын, енді бұл жалғыз бір фактісі оның. 100% сенімді уже шешілген іс-әрекеттер, шешілген уже заранее запланированные, 100% уверенные действия деп айтамыз. Сұрақтарыңыз болса, жаза кетіңіздер. Қандай сабақта видео түсірген, қандай сабақ сізге түсініксіз болып жүр ағылшын тілінде жалпы, жаза кетіңіздер оны да комментарийде. Видеоны соңына дейінге қарағандарыңызға рахмет. Лайк басыңыздар, колокольчикке басыңыздар, менің видеоларыма комментарий жазыңыздар, сұрақтарыңызды да жаза кетіңіздер. Мейрам тағы да құтты болсын. See you soon. Goodbye.